өзгеруіне және де өзімнің мықтылығымды және де бұл осындай қиын сәттерде осындай керемет мен көп нәрсенің қолынан келетінін дәлелдегім келді. Және де мен осыны дәлелдеуші болуды мақсат еттім. Және де ол қолынан келді, мақсатыма жеттім. Бұл жеңісті жалғыз мен емес, олардың да бағындырған жеңістері деп білемін. Менің болашағым бұл жанашында, командамның дамуы және өзге әйелдерге табыс жолында көмектесу. Директор статусын бағындырғаннан кейін мен өзімнің мақсатым шынайылық екенін сезіндім. Және өзіме сенім келді. Мен жеңімпазбын, мен мықтымын, күшейді. Сенімнің өте қатты күшейді бұл мереке компаниясына. Әрбір әйел адамға мен үлгімін деп білемін. Менің жеңістерім тек қана мен үшін емес, басқа да әйелдердің де сенің қолыңнан келеді деген символ деп білемін. Яғни бұл менің жеңісім деп қабылдамаймын. Бұл мен жеңісім арқылы мен әрбір әйел адамның өмірінің өзгеруіне мен себепшімін. Маған командамның қолдауы қатты үлесі болды. Яғни бұл жерде менің жеңісім емес, әрбір командамдағы әйелдердің де жеңістері. Командамның қолдауы, маған сенгендері, мені тыңдай білгендері, мансап бойынша ұйымшылдықпен қарағандары маған осы қиындықтардан өтуге күш берді. Директор статусын алғаннан кейін өзіме, яғни бизнес тобында да өсуін қадағаладым. Яғни мен қарапайым мейірбике саласынан директор статусын бағындырып тұрмын ба, мен сияқты қарапайым әйелдерде осындай керемет статусты бағындырып, мен сияқты керемет табысты болғанын қаладым. Әрбір әйелге көмектесу менің миссиям. Әрбір әйел адамның бақытты өмір сүруге лайық деп есептеймін. Әрбір әйел адамның өмірінің өзгергенін көрдім. Сол Гүлжан ханым арқылы мақсатыма қол жеткіздім. Компанияның автопрограммасының жеңімпазы болдым. Ұлттық директор статусын бағындыру сол сәттен бастап маған сезім келді. Әрбір әйелдің өмірінің өзгеруіне себепші боламын. Арманы бар, маған сенген әйелдерге шабыттандырушы ұлттық директор боламын. Болашағымды жақсы жаққа елестетемін әрине. Үлкен әдемі үйде, балаларымның білімі өте жоғары деңгейде, әдемі отбасы, жоғары деңгейде өмір сүргенді қалаймын. Және де басқа да әйелдердің, яғни бизнес тобындағы ханымдардың армандаған өздерінің мақсаттарына жетіп жатырғанын қалаймын. Әрбір әйел адамның көздерінен қуаныш сезімді көремін. Сондықтан әрбір әйел адамның өмірінің өзгеруіне үлкен болашақта мақсат қойып отырмын. Әйелдерге айтатыным, әрине армандаңыз. Арманыңызды мақсат қылыңыз, нақты мақсат қылыңыз деп айтқым келеді. Оны жоспарлаңыз, нақтылап жоспарласаңыз, оны әрекетке айналдырыңыз. Осы сізді биік шыңдарға жеткізеді. Сіз өз өміріңізді жауапкершілікке алыңыз. Сіздің өміріңіздің жақсы жаққа өзгеруі тек қана сіз жауаптысыз.